Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен түріктің әйгілі пиццасы пидемен рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше бізге осылай ұн қажет болады. Барлығын өлшеп салдым. Ұнымыздың ортасын осылай ойықтау қылып, ортасына 20 граммдай қант және де 1 шай қасықпен тұз, 1 шай қасықпен дрожжімізді саламыз. Одан соң үстіне жылы суымызды құйып, қолыңыздың көмегімен пидеміздің қамырын жасайтын боламыз. Бізде осындай қолға аздап жабысатын қамыр шығады. Одан соң сәл ғана майдан құйып, бетінен осылай біркелкі қылып басып, бетіне осындай салфан жауып, 40 минутқа жылы жерге қойып, көтерілгенін күтетін боламыз. Ендеше салмамызды дайындайық. Бізде 2 түрлі салмамен дайындайтын боламыз. Бүгін бірінші осылай көкөністерімізді алып турап, майға қуырып, сәл 3-4 минуттай суы шыққанша бұқтырып қоямыз. Одан соң суы шыққаннан соң үстіне тартылған сиыр етінен фаршымызды қосамыз. Бұны да тура солай 3-4 минуттай қуырып, артынан 10 минут көлемінде бұқтырып бетін жауып қоямыз. Мінекей осының арасында міндетті түрде дәміне қарай тұзын, бұрышын салуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде қалауыңызша өзіңіздің жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Енді қамырымыз біздің көтеріліп қалды. Мен қамырды осылай теңде 2 бөлікке бөлдім. Қаласаңыз 3-ке бөлуге болады. Мінекей оқтаудың көмегімен осылай жайып шығамыз барлығын. Бірінші салмамызды дайындаймыз. Біріншісінде менде осылай сырымызды деркудан өткізіп, үстіне тартылған фаршымызды салып, шеттерін осылай қолыңыздың көмегімен көмкеріп шығасыз. Қайық тәрізді қылып. Мінекей барлығын көмкеріп болғаннан соң жұмыртқаның сарысын алып, шеттерін барлығын майлап шығамыз. Мен осы жерде сразу екінші салманы да дайындай кеттім. Екеуін бірге салатындай қылып. Екінші салмама мен сырды өткізіп, астына аздаған одан соң помидор, колбаса қостым. Және де бетіне тағы да сыр салдым. Мінекей мен екінші салмам дайын. Бұны да шеттерін көмкеріп, жаңағыдай жұмыртқаның сарысымен барлығын майлап шығамыз, шеттерін әрлеп. Алдын ала қызып тұрған 220 градус духовкаге небәрі 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің пидеміз дайын. Міндетті түрде бағалай кетіңіздер. Төменге барлық қажетті нәрселерді белгілеп жазып кететін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.